Екеуміздің қанша уақыт сөйлескенімізді білмеймін. Әйтеуір таң ата ояндым. Сөйтсем, телефонды құлағыма таққан күй ұйықтап қалыппын. Сағат 8:05. Аяла ана жақта таңғы ас дайындап жүр. Әпке мен жездем жұмысқа кетіп қалған. Аяла келіп, тез-тез тамақтанып алайық. Балалар тамағын ішті. Үлкен мектепке екеуін сайтке апаруымыз керек. Сабаққа да кешігеміз. Тұрсайшы бол деді. Мен болсам маужырап, орнынан сүйретіліп әрең тұрдым. Аялаға таң қалам. Біреудің тірлігі неге сонша бәйек болады? Әпке мен жездем де қуат. Біз не анямыз ба оларға? Еще ол кісілерге мен ай сайын пәтер ақысын төлеймін. Келерде солай келіскеміз. Бүгін қайта бірінші бар болмайды. 9:45-те барамыз. Балаларды сабағына, садигіне апарып оқуға үлгеріп бардық. Барып алып барлық сабақ оқып отырғанда мен ұйықтап қалдым. Мұғалімнің айқайлаған даусынан шошып ояндым. Сабаққа келдің ба? Демалуға келдің ба? Деп ұрысты. Кешірім сұрап, лекциямды қайталап, сабаққа бет бұрдым. Ойымның бәрі басқа жақта. Аңдағаным телефон. Бір уақытта WhatsApp-тан SMS келді. Қалайсың? Кешке қолың бос па? 5-терде алып кетейін. Бірге тамақтанайық. Бірден я дегім келген, бірақ әпкеме не деймін? Үйге кеш барсам дереу анама жеткізеді. Не істесем болады деп ойланып отырдым. Ал құрбым болса, былай деді. Өз өмірің, не істесең де байға тимей жатып біреудің жағдайын жасау дұрыс емес. Жолық, жақынырақ танысыңдар. Мүмкін бағың шығар. Мен бүгін жатақханада боламын. Хабарласып тұр, уайымдатпай деді. Содан тәуекел деп, оқудан шыққан соң үйге бардым. Үйге келсем, тура кешегіндей, бәрі жайрап жатыр. Балалар ойнап жүр. Бәрін реттеп, әпкемдердің келгенін күттім. Кешегіден кештеу келді. Сағат кешкі 18:00. Мені 17:00 шақырған. Қайта-қайта WhatsApp-тан жазып жатыр. Қазір әпкеме айтамын, былай айтамын деп отырғанда, менің аузыма құм қойылды. Телефонға қарасам Аяла жазыпты. Қалып кетпей бар. Өзіңнің өзегің өртеніп жүрмесін. Кеше күйімді көрген соң қалып кетті деп ойлап отыр ғой. Өз-өзімді қолға алып, әпкеме мен қыдырып қайтамын деп үйден шығып кеттім. Үйден шықтым деп жазғаным сол еді. Қай жерде деп тұрған жерімді сұрап, дереу осында келді. Есігін ашып, отыр деп жайғастырды. Екеуміз біраз қаланы араладық. Донер алып, сусын, балмұздаға беріп, кешімізді тамаша өткіздік. Бірінші рет өзімді еркін сезінгендей болдым. Қанаттың жанында өзімді бақытты сезіндім. Бірінші рет жолықсақ та оған деген жатырқау, ұялу, қысылу дегенді білмедім. Аспанда қалықтап ұшып жүргендей, ерекше сезімде жүрдім. Бірақ көкіректе бір кірбің тұрды. Онымен ашық сөйлескім келді. Бірақ бата алмадым. Қанатқа қарап қоям, көздерінде бір басқаша сөз айтып тұрғандай. Тұла бойым түршігіп кетті. Артық еш нәрсе демей, мен де ештеңе сұрамастан жүре бердік. Сағатты да қарамағам. Үйге келсем, сағат 2:42. Мәссаған деп таң қалып тұрғанымда, әпкем есіктің алдына келіп, менің шашымды жұлып, бетімнен ұрып, әртүрлі жеркеніш сөздер айтып, әбден жанымды ауыртып, Қанаттың көзін әбден ұятқа қалдырды. Қанат бәрі жақсы болады деп жақындай бергенде, әпкем араласпа деп оны да қуып жіберді. Қанат амалсыз маған аянышты көздермен қарап кете барды. Әпкем мені үйге кіргізіп, төсегінде омалғыр деп тез есікті тарс жауып кетіп қалды. Таңертең жексенбі күн болғандықтан біраз ұйықтаймын деп ойлағанмын, бірақ әпкем тағы да шу шығарып, анамен сөйлесіп жатты. Байғұс анамның тамағынан ас өткізбей, елпілдеп осында жетіп келді. Әпкем неше түрлі әңгіме айтып, мені әбден жамандап жатыр. Дұрысын айтса да, дұрысын емес айтса да, үндемей тек тыңдап отыра бердім. Ал анамның екі көзінен жас парлап ағып жатыр. Әпкем болса қояр емес. Қаңғыбас қызыңды алып кет, мен жауап бермеймін, деп 2 бөлмелі квартираны басына көтерді. Анамның туған сіңлісі ғой, неге сонша шу шығарғанын түсінбеймін. Ұрса неге маған ұрыспады? Анам байғұс маған қарап тұр. Мен шыдай алмадым. Жаспыз, қыдырамыз, жүреміз. Онда тұрған не бар? Енді сіздің бала шағаңызды асырап, үйіңізді жинап, қол болып жүрейін бе? Тудыңыз ба, өзіңіз қараңыз. Енді мүлде мұнда келмеймін, деп анамды, жүктерімді жинап кетіп қалдым. Шықтым да қайда баратымды білмедім. Аяла хабарласты. Оған мән-жайды айтып бердім. Ол дереу жатақханаға келуімді өтінді. Анам екеуміз сонда бардық. Аяла таныс тәрбиешілермен сөйлесіп, мені жатақханаға орналастырды. Қалай қуанғанымды айтып жеткізе алмаймын. Анам да мәз. Орналасып көшіп болған соң анама шай тамақ беріп, автовокзалға шығарып салдым. Қанша жүзі жарық болғанымен көздерінде бір мұң бар ғой. Бауырмен ұрсысып қалған соң біртүрлі болып тұрғаны анық көрініп тұр.
Анамды шығарып салған соң жатақханаға келдік. Аяла екеуміз отырып біраз сөйлестік. Қанат туралы оған айтып бердім. Оған қалай ғашық болғанымды түсіндіріп жеткізу мүмкін емес. Әңгіме қылып отырғанымызда Қанат та хабарласты. Дереу тұтқан алдым. Жағдай сұрасып, қазір кездесуге шақырды. Жатақханаға көшіп кеткенімді айттым. Осы мекенжайда WhatsApp-ына жазып жібердім. Дереу келді. Екеуміз жолығып біраз қыдырдық. Өткен кеткенімізді сырларымызды айтып күлдік, ойнадық. Кеш қарайып қалыпты. Жатақханаға кешкі 22:00-ге дейін бару керек. Сол себепті амалсыз қоштастық. Жатақханаға әкеліп тастады. Тәрбиешілер көріп қоймасын деп, көлігін алыстау жерге тоқтатып, бері қарай жаяу келдім. Келсем, Аяла күтіп отыр екен. Мен сондай бақытты жүзімді көріп, Аялада мәз. Біраз әңгіме қылып, артынша ұйқыға жаттық. Таңертең тұрып, шайымызды іштік. Оқуға қарай бара жатырмыз. Бір уақытта көрші колледждің алдында Қанаттың машинасын көрдім. Неге тұр деп қарап тұрмын. Жанына қарай бара жатқанымда колледжден музейде көрген қыз екеуі шығып келе жатыр. Қанат мен байқамады. Ал ол қыз байқап, дереу Қанатқа жабыса бастады. Қанат та кетер емес, құшақтап қояды. Екеуі көлікке отырып бір жаққа қарай кетіп қалды. Мен аң-таңмын. Аяла жүр деп сүйрелеп келеді мені. Жаңа ғана не көрдім деп өзіме келе алмай жүрмін. Сонда екеумізбен де жүре ме? Сабаққа келіп отырдық. Оқуға деген құлшыныс мүлдем жоқ. Бар ойым Қанатта. Телефонға қарап қоңырауын күттім. Әншейінде хабарлама жазып, хабарласа беретін, неге телефонда үн жоқ деп өз миымды өзім ашытып отырмын. Сабаққа бітіп, шығып бара жатқанда әлгі қыз мені күтіп тұр екен. Танымағансып кете берейін деп едім. Ол қыз былай деді. Тоқта, деді. Бұл сөзіне ашуым шыққанмен таң қалдым. Бет жүзіне қарап едім, тіпті менсінбегенде кейіп танытып тұр. Бір орындыққа келіп отырдық. Не айтары бар екен деп тосып тұрмын. Қанаттан күдеріңді, ол менікі. Сен қалайша мен 2 жыл бойы өзіме қарата алмай жүрген жанның 2-3 күн ішінде жүрегін жаулап аламын деп ойлайсың, а? Деді. Мен де қарап қалмай, сүйгеніңді сүй, сүймегенге сүй келме деген естуің бар шығар, сондықтан енді оған жолаушы болма дедім. Мен де оңай адам емеспін ғой. Оның осы сөзінен-ақ екеуінің жай дос екенін түсініп, махаббатымызды сақтап қалу үшін аянбайтынымды түсіндім. Қанат хабарласып кездесуге шақырды. Күндегідей екеуміз қыдырып, әңгіме қылып жүрміз. Оған менен жасыратын нәрсең болса бірден айт дедім. Ол жасыратын ештеңем жоқ деді. Тек сені кездестірген үшін Аллаға шексіз ризамын деді. Ол сөзі маған күш берді. Кездесіп болған соң жатақханаға келіп жаттым. Алдымнан әлгі қыз шықты. Мені қайдан тауып ала беретінін қайдам, әйтеуір көзіме күйік болды. Қанаттың қасына неге жүрсің? Деп тоқ ете қалды. Ол менің жігітім деп бұрылдым да кетіп қалдым. Қанат екеуміз бір-бірімізді қатты жақсы көріп, болашағымыз жайлы жоспар құрып жүргендіктен ол қыз туралы мүлдем ойламадым. Бір күні Қанаттың телефонына хабарлама келді. Әдетте мұндайды киноларда көруші едім, ал енді өмірімде. Қанат екеуі суретке түсіпті. Оны маған жіберген. Екеуі түнгі клубта жүр. Екеуі өлесі мас. Қанат арақта аузыма алған емеспін деген. Мен бұл жайттан барлығын түсіндім. Енді құр отырудан пайда жоқ. Аялаға жағдайды ескертіп, бүгін жатақханада болмайым деп кеттім. Қанатқа қайта-қайта хабарластым, бірақ ол көтермеді. Қайдан іздерімді білмедім. Ақырында телефонға жауап берді. Бірақ телефонды алған әлгі қыз. Бізді көргің келсе, мына мекенжайға кел деді. Баруға батылым бармады. Жатақханаға қайтып кеттім. Сол күннен соң Қанаттан мүлдем хабар жоқ. 5 күндей уақыт өтті. Қатты мазасыздандым. Не де болса аман болсыншы деп тілеп жүрдім. Бір күні өзі хабарласып, әлгі қыз екеуінің арасындағы болған жағдайды айтып берді. Ол маған сусынма дәрі қосыпты. Содан есімді білмеймін. Өзім мені оянған соң бәрін мойындады. Сен әдейі келтірмекші болыпты. Жан-жақтың бәріне шам жағып, типа романтикалық кеш болды деп ойласын депті. Ал сен келмегенсің. Ойы жүзеге аспаған. Ол да сені күтіп ұйықтап қалған. Таңертең мен оянып жан-жағыма қарап таң қалдым. Арамызда ештеңе болмаған. Мен оны білемін. Ал ол мені көрмесін деп тез арада бәрін жинап жатыр екен. Мен барлығын көрдім. Мұны не үшін жасадың деп ақыры ойындағасын біліп алдым, деді Қайрат. Бірақ ол менен оңайшылықпен айылатын түрі жоқ. Ата-анаңмен танысам деп қайтпай отыр. Екеуіңді де ата-анаммен таныстыруға апарамын. Олар қайсыңды қабылдайды, сол қызға үйге орамал жауып кіргіземін деді. Шынымды айтайыншы,
таң қалдым. Қанат жүзіме қарап, кімнің үйге келін болып қадам басатын өзіңді біліп тұрсың. Ата-анаң жүрегі сезеді, кімнің қандай әдемі екенін деді. Оның әрбір сөзі маған ерекше қолдау. Сондықтан болашақта ата-енемен танысу үшін дайындалдым. Бірінші ана қызды апарды. Оны анасы кіре сала, анасы сұрақтың астына алып, шай құйысын сынап, сөйлегенін, отырысына қарап. Қанаттың айтуы бойынша, былай айтқаны ұнатпағанын ашық айтыпты. Одан соң мені алып барды. Есіктен кірген бетім сол еді. Анасы келе ғой қызым деп отырғызып, жақсы әңгімелерін айтып, жүзімді қуанышқа толтырды. Бірден құда түсіп, сырға салу рәсімі болды. Үйден ұзатылып шықтым. Көп ұзамай тойымыз да болды. Біраз уақыт өтті. Оқуымды бітіріп, диплом алдым. 9 айдан соң шекесі торсықтай ұл бала дүниеге әкелдім. Бір күні Қанаттың телефонына SMS келді. Ұлды болыпсың, құттықтаймын. Мен де күйеуге шықтым депті. Оған қуанғаныммен Қанат әлде онымен сөйлесіп жүрме деп қатты күмәндандым. Бірақ Қанат оны көріп қатты қуанды. Мазамды алып жүреді, ақыр кетіпті ғой деп, көз алдымда номерін ауыстырып, оны блокқа тығып тастады. Оған мен де риза болдым. Нағашы әпкемнен кешірім сұрап, анамекен татуластырдым. Енді барлығы жақсы деген ниеттемін. Қазір екінші рет ана атандық. Бір қыз, бір ұлымыз бар. Шүкір бақыттымыз. Алла басымыздан айырмасын.